Қазақстан чемпионатында ақтөбелік спортшы Бағдат Жұбаныш чемпион атанды. Бағдат финалдық жекпе-жекте атыраулық спортшыны жеңді. Ал Айдын Төлепбаев осы айтулы жарыстың чемпионы. Сондай-ақ чемпионатта біздің 5 спортшы күміс, қола жүлделерді жеңіп алды. Олар бапкерлердің үмітін ақтағандарына қуанышты. Алда талай жоспар бар. Жеңіс тұғырына шығу үшін қиын болды. Ол бәрі жаттығудың арқасы осы. Қарсыластарың өте мықты болды. Алматы қаласының қарсыласы болды. 2 дүркін чемпионы осы ИМАФ бойынша. Содан мықтылау болып түстім, ұттым. Бұл чемпионат Қазақстан бұйырса Азия бар, сосын мир бар. Алла қаласа сол мирде, Азияда жеңімпаз боламын деп ойлаймын. Спортшылардың тағы бір тобын жанкүйерлері Хромтау вокзалынан күтіп алды. Допты хоккейден өткен 3-ші қысқы жастар ойындарында жерлес команда күміс жүлдені еншіледі. Тартысты жарыс Орал қаласында өтті. Оған 8 команда қатысқан болатын. Жарыс өте жақсы өтті. Бізге бәрі ұнады. Жарыста 8 команда болды. Бірінші орын Орал алды. Орал қаласы, екінші орын біз алдық. Үшінші орын Скандинавия қаласы алды. Айта кетейік, допты хоккейден облыс бойынша хромтаулық хоккейшілер көш бастап тұр. Республикалық халықаралық жарыстардан жүлдесіз оралған емес. Тағы бір айта кетсек, облыс құрамасындағы 6 спортшы наурыз айында Ресейде өтетін бүкіл әлемдік универсиадада ұлттық құрама сапында өнер көрсетеді. Венера Серғазина, Жанаділ Сағиев, Ақтөбе телеарнасы.